Қарағандыда Костенко атындағы шахтадағы қайғылы оқиға бойынша сот тыңдауы өтті. Еске салсақ, ел тарихындағы ең ірі трагедиялардың бірі болды. Апат салдарынан 46 кенші қайтыс болды. Еске салсақ, 2023 жылдың 28 қазаны түнгі сағат 2:30-да Костенко атындағы шахтада жарылыс болды. Апат кезінде шахтада 252 адам болған. 205 кенші жер бетіне шығарылды. 46 кенші жұмыс орнында қаза тапты. Жарылыс толқыны 6 шақырымға дейін жетті. Бұл шахтадағы ауаның көп газдануы және көмір шаңының көптігінен болған. Шахта басшылығы жұмысын тоқтатып, жабдықты ауыстыруы және желдетуді жүргізуі керек еді. Бірақ мемлекеттік айыптаушының сөзінше, айыпталушылар көмір өндіру жоспарын орындаумен айналысқан. Сотта 10 шахта жұмысшысы отыр. Олар басшылар мен инженерлік техникалық қызметкерлер. Біреуі кепілмен босатылды, қалғандары қамауға алынған. Оларға кен жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу, соның салдарынан адамдардың қаза болуы бойынша айып тағылуда. Предвидя возможность неизбежности. Егер шахтада өрттің шығуына себеп болған қауіпті жағдайлар жойылмаса, ауыр зардаптардың болатыны анық болса да, көмір өндіру жоспарын орындауды көздеп, өрттің шығуына себеп болған жағдайларды жоюға ешқандай шара қолданбады. Осылайша көмір өндіру жұмыстарын тоқтатуға мәжбүр болатынын білсе де, еш әрекет жасамады. Сондай-ақ оқиға болған жерде өрттердің бұрында болғаны айтылды. Кеншілер оларды өз күштерімен, қолда бар құралдармен сөндірген. Желдету дұрыс жүргізілмеген, ал шахта басшылығы сертификатталмаған жабдық сатып алған. Бұл жабдықты білікті мамандардың қатысуынсыз кеншілер өздері орнатқан. Сот процесі жалғасуда.